Бәріне сәлем, бұл Сайбер алаң және оның жүргізушісі мен Аружан. Киберспорт әлемінде болған өзекті жаңалықтарды бірге талқылайық. Арнамыздың демеушісі және сенімді серіктесіміз Kingston Fury компаниясы екенін тағы да естеріңізге саламыз. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Әлемнің кез келген жерінен қатысып, өз артықшылығыңды дәлелде. Finger Pro Football Mobile бойынша ISF Your Home Your Arena Charity Cup 2024-ке ұлттық іріктеу ойындарына тіркелу ашық деп хабарлайды. Ойындар 15-16 шілдеде онлайн форматта өтеді. Қатысушылар Double Elimination Best of One форматында, яғни екі жеңілістен кейін ойыннан шығады. Төменгі тордың финал мен гранд финал Best of 3 форматында өтеді. Оған Қазақстанның барлық тұрғыны қатыса алады, ал жас ерекшелігіне байланысты ешқандай шектеу жоқ. Іріктеу жеңімпазы 9-10 тамызда өтетін финалда еліміздің намысын қорғайды. Сонымен барлық қатысушыға шын жүректен сәттілік тілейміз. Cloud9-да тағы бір қазақ пайда болды ма? Қауесеттерге сенсем, ұйым Интерс, Хевигат және ICY-ды команда қалған. Соңғысының шын аты Қайсар Файзнуров. Жігіт Авангар және Амкал eSports командаларында ойнаған еді. Ашық дерек көздерге сенсек, ол небәрі 19 жаста, ал Интерстің болашағы өте қызық болуы мүмкін. Себебі ойыншы бұлтлармен бірге бұрындар ойнаған, алайда кейін TCM құрамына кірді. G2-дің жаңа құрамы халық аузында. Snax өзі капитан рөлінде болған Gamer Legend ростерінен кетіп, G2 eSports құрамына қосылды. Хабарландырулар екі клубтың да әлеуметтік желілеріне шықты. Ол 1 шілдеде қосалқы ойыншылар қатарына қосылған Хуксидің орнына келді. Бұған дейін G2 eSports Nexaмен дәл осылай жасап, оның орнына Марио Самайон алған еді. Әлгілі инсайдер Overdrive жаңартылған G2 eSports ростер туралы пікір айтып, бұл құрам Nexa және Хукси құрамдарына қарағанда мықтырақ екенін атап өтті. Енді жігіттер үшін ең жақын турнир CS2 бойынша eSports World Cup 2024 болмақ. Чемпионат 17-21 шілде аралығында Эриатта өтеді. Жалақыңыз қанша? Талдаушы Алекс Маусник Эленбург үздік ұйымдардың CS2 бойынша өз құрамдарына шамамен жұмсайтын сомаларын атады. Талдау кестесі Телеграмдағы телевизор с новостями арнасында жарияланды. Мысалға, Team Falcons айына $240,000 жұмсайды екен. Алайда Эленбург олардың инвестицияларынан пайда жоқ дейді. Айына $195,000 шығынданатын Team Liquid'тің де инвестициясы сәтсіз. Team Spirit болса, айына $100,000 алып шығынын ақтап отыр. Өйткені олар турнирде бірнеше есе көп ақша табады. Талдаушы өзінің дерек көздерін жарияламай, жай ғана білем деп қоя салды. Riyad Masters 2024-те Entity PSG Quest Betpum тиммен бір топта, яғни Б тобында. Riyad Masters 2024 ұйымдастырушылары топтық кезеңге қатысушылардың соңғы жеребе нәтижесін жариялады. А тобында Aurora Gaming, Team Falcons, Team Spirit және тағы басқа командалар болды. Чемпионатта барлығы 20 ұжым өнер көрсетеді. Riyad Masters 4 және 21 шілдер аралығында Сауд Арабиясының астанасы Эриатта өтеді. Айтпақшы, Data News YouTube арнасы бұл елде ойын трансляциясы спорт залдарында және басқа да қоғамдық орындарда қосылады дейді. Деңгей деп осыны айт. Riyad Masters 2024-тің топтық кезеңі 10 шілдеде басталды. Бұған дейін бірер күн қалғанда Betpum Team YouTube-та бейне жариялаған еді. Бейне танымал магическая битва анимесінің опенингі стилінде жасалған. Betpum Team ойыншылары өздерінің сигнатурлы кейіпкерлер ретінде көрсетілген. Мысалы, Торонто Токи Мирана ретінде бейнеленген. Риядта бір қалыпты емес деген жазба қалдырыпты. Бұл арқылы авторлар нені меңзеді екен? PUBG Mobile World Cup 2024-тің басталуына тек бір апта ғана қалды. Маусым айында PMSL CSA 2024 спрингте 5-ші орынға ие болған рух eSports'тық ойыншыларға сәттілік тілейміз. Әлемдік деңгейдегі турнир Сауд Арабиясында 19 шілдеде басталады. Жалпы жүлде қоры үздік 4 команда арасында бөлінетін $3 миллион.
PUBG Mobile, Honor of Kings, Mobile Legends Bang Bang және басқа ойындар eSports Awards аясында мобильді eSporттағы ең үздік номинацияға ұсынылды. Сондай-ақ жыл серпіні деген номинация бар екен, оны Доң жеңіп алады деп жатыр. Оған қоса үздік стример, үздік баспагер, үздік талдаушы және тағы да басқа номинациялар таңдай аласыз. Дауыс беру 20 тамызға дейін жалғасады. Сондықтан егер сізге қызық болса, платформаның веб-сайтына өтіп өз таңдауыңызды жасаңыз. eSport туралы үздік арна деген номинацияның жоғы өкінішті, әйтпесе біз де қатысар едік. Айтпақшы, бізден ұсыныс. Біздің дайджесттен кейін YouTube-тен не қарасам болады деп отырсаңыз, жақында қазақ eSportының аңызы Дәурен Қыстаубаевпен бірге видео шықты. Онда ол ойыншылар жасырған сөз тіркестерін табу керек. Бір қызығы, бұл сөздер жасанды интеллект көмегімен жасалған әннің ішінде жасырылған. Қысқа, бірақ қызықты шығарылым. Біз, Сайбер Алаң командасы, Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа байланысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтар топтамасын шығарып отырамыз. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube, Telegram арнамызға және TikTok пен Instagram парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен, Аружан, келесі шығарымда жүздескенше.